Бисмилlah, бүгінгі біздің курсымыздың аты миллионер деп аталады. Негізі бай болғысы келмейтін адам жоқ деп ойлаймын. Тіпті үлкен байлыққа қызықпайтын адамдардың өзі қиналмай өмір сүргісі келеді. Қиналмай азық-түлік алғысы келеді, шетелге шыққысы келеді, жақсы киінгісі келеді кез келген адам, саналы адам. Бұл жерде мына нәрсені білу керекпіз. Жаңағы ақша туралы оқулар дүние қоңыздыққа бізді алып келе ме деген бір қорқыныштар пайда болуы мүмкін. Өйткені біздің қазақ қоғамында біз халықтың пікіріне, жұрт не дейді деген сөзге өте қатты тәуелдіміз. Ал халықтың пікірі қарапайым халық, байқасаңыздар, жалпы жолы болған адамдарды қатты жақсы қабылдамайды. Яғни мен бай болсам барлығы мені жамандай екен, мен бай болсам барлығы мені сөге екен, немесе мен бай болсам адамдардың бәрі маған қарсы шықсашы, мен бай болу арқылы адамдар мені жек көріп, менің соңыма түсіп алсам, олар мүмкін, тексеріс органдары мүмкін. Осындай бір қорқыныштарыңыз бар болатын болса, әлбетте сізге ақшаның жолы жабық. Ең бірінші, достар, ақша бізге келу үшін ақшаның жолын ашуымыз керек. Мысалы, сіз үйіңізге қонақ шақырып алып, есікті бекітіп отырмайсыз ғой, сіз есікті ашып күтесіз. Жақсы көңіл күймен күтесіз қонақ күткенде. Ақша да тура сол қонақ сияқты. Ақшаны күткен кезде бізде қандай сезім болу керек? Мен осы туралы қазір айтып өтетін боламын. Жалпы ең бірінші ақша кімдерге келеді, келмейтіні туралы түсінік беріп өтейін. Осы сипаттардың ішінде сіз барсыз ба, жоқсыз ба, өзіңіз қарап отырыңыз. Қараңыз. Ақша көңілсіз адамдарға келмейді. Ақша дегеніміз не? Ақша деген ол энергия. Ақшамен қарым-қатынаста адам еркін болу керек. Егер ақшаны қалай табам, қалай төлейм, ақшаны, мысал үшін, көп адамдарға ақша деген не деп сұрасаң, дүние қолдың кірді, ақша қолдың дейді. Немесе ақша деген не десең, байлық дейді. Әркім әрқалай айтады. Әркімнің әртүрлі установкасы, әркімнің әртүрлі пікірі бар. Қараңыздар. Ақша сіз үшін не деген сұраққа, мысалы, қарайық. Ақша сіз үшін көп адамдар мойындамайтын бір дүние бар, мен осыны айтып кетейін. Көп адамдар ақшаның уайым екенін мойындамайды. Оның негізі ақша туралы пікірі ақша уайым, өйткені ақшаны табуға да қиналады, жұмсаған кезде де қиналады, біреуге қарызға берсе қайтып ала алмай қиналады, біресе жаңа пирамидаға беріп алданып қояды, кредит алса да қиналады, берсе де қиналады. Жалпы ақшамен байланысты білу керек болса, бәрі қымбаттап бір сияқты қиналып жүреді, біреуге беру керек болса да қиналып жүреді. Қарасаңыздар, мысалы үшін қарапайым пәтерінің ақысы бізде енді өте қатты, бір 1000 теңгеден 10 мыңға ондай үлкен айырмашылықпен өспейді. Соның өзінде шамал өсіп отырғанда бізде уайым болып отырады. Яғни ақша уайым деген установкасы бар адамдар ақшаға байланысты қандай ситуация болса да тек қана уайымдап отыратын болады. Ақшаны көріп уайымдайтын адамға ақша уайыммен келеді, уайыммен кетеді. Түсіндіңіздер ме? Ақша кімдерге келмейді дегенде, яғни бірінші кезекте ақша уайымшыл адамдарға, көңілсіз адамдарға келмейді. Бұл бірінші. Екінші, ақша жоқ деп айта алмайтын адамдарға келмейді. Жоқ деп айта алмайды. Мысалы, қараңыз, бір адам бүгін өзіне салонға барам деп шешті. Сосын оған көршісі айтты, бүгін қонақ келеді, маған көмектесіп жүрші дейді. Ол көршісін көмектесіп жүрейін, ой, жақсы жарайды деген көмек бөлек. Өзім салонға барғым кеп тұр. Осылар бәле болды ғой. Бармасаң тағы ертең сөйлейді, басқаларға жамандап қойшы жарайды деген сияқты жоқ деп айта алмау, яғни өзінің жанының қалауын ысырып тастау арқылы басқаның көңілінен шыққысы келіп жүре беретін адамдарға ақша келмейді. Бұндай адамдар тіпті өзіне мақсат та қоймайды. Ойлаңызшы, ол жай ғана бүгін салонға барам деп мақсат қойып тұр. Енді жай ғана көршімнің көмектесші деген сөзіне бола, ол кішкентай ғана мақсаттан бас тартып тұр. Әрине, ол адам үлкен мақсатқа жоламайды да, үлкен мақсатты қоймайды да, үлкен мақсатқа қадам да жасамайды. Көрдіңіз ба? Енді осы жерде мынандай бір сұрақ туады. Енді жарайды, мен жоқ деп айта алмаймын. Мен адамдардың бәрін көңіліне қарап тұрамын. Мен қайын жұртымды ренжіткім келмейді, ата-анамды ренжіткім келмейді деген сұрақтар пайда болады. Осы жерде біздің курсымыз жалпы сізге қалай көмектесетінін мен айтып өтейін. Бұл курс арқылы сізде бірінші кезекте сіздерге бірнеше сабақ беріледі. Өкпе реніштермен жұмыс болады, ата-ананы қабылдау сабақтары болады, түпсанамен танысу сабақтары болады, агрессия ашумен жұмыс сабақтары болады. Қараңыздар, адамның
бойында мен басқаларды ренжітіп аламын деген қорқыныш болса, ол ешқандай адамға жоқ деп айта алмайды. Яғни, бұл сабақ арқылы сіз ең бірінші жоқ деп айтуды үйренесіз. Түсіндіңіз бе? Яғни, сіз ата-анаңызды қабылдау арқылы, бойыңыздағы негативтен құтылу арқылы, жоқ деп айта алмаудың артында не тұр? Мен жоқ десем, ол маған ренжіп қалады. Жоқ десем, ол менімен араласпай қояды. Жоқ десем, маған адамдарды қарсы қойып қояды. Мені жамандайды. Мысалы, көптеген келіндер, қазақтың келіндерінде, мысалы, қайын жұртына жоқ деп айта алмайды. Я, жақсы, бірақ келін адам. Келін құл емес, ол адам. Ол адамның бәрінің көңіліне қарап, сол үйде бетіп, сол үйдің тек қана жаңағы қыр қоңсын жуатын ғана бір сонда жаратылысы есіміз. Келін адам бірінші кезекте. Оның қалауы бар, оның да жүрегі бар, оның да жан дүниесі бар да. Осы қараңыздар. Біз осындай жаңа қайын жұртымызға, мысалы, қазақ қоғамында өз қайын апаңа сен жоқ деп айтып көр, сенің күйеуіңді қарсы қояды, енеңді қарсы қояды, басқаны қарсы қояды. Енді бір нәрсені біліңіздер. Мен өткенде подкастта да айтқан болатымын. Адам ішіндегі өкпе-реніштен, ашудан құтылған сайын, ода ішкі рух пайда болады. Ішкі рухы пайда болған әйелдер болсын, ер азаматтар болсын, оларды басқа адамдар пайдалана алмайды. Түсінесіздер ме? Яғни, адам өзі дүниеге келгенде керемет рухпен дүниеге келеді, сол рухты ата-ана, айнала, қоғам, туған туыс бізде сындырады. Тыныш жүр, айта сал, істей сал, бара сал, бар кет, ана қонақтар келсе, бар ана жаққа сен кете сал. Сен ана қонақтың үйге баласы келсе айтады да, бере сал, ол қонақ қой. Кішкентай ғой, ол айтқанын сен жасай сал. Сен үлкенсің ғой, сен ақылдысың ғой. Оның қалауы, ол компьютер да жегісі кеп тұр. Оның да ол машинамен ойнағысы кеп тұр. Біз ол баланың қалауын тұншықтырып, ішкі рухын сөндіру арқылы бұл бала өскен кезде адамдарға жоқ деп айта алмайтын жасық. Түсіндіңіздер ме? Яғни кішкентай ғана балаға біз мына машинаны қонаққа бере сал, жасы кішкентай ғой, соны айтқан тыңдай сал, сен үлкенсің ғой, сен жыламай қоя сал деу арқылы, баланың қалауын тұншықтыру арқылы өскен кезде біз қандай қыз бен ұл тәрбиелейміз? Ешкімге жоқ деп айта алмайтын, жасық, өзінің пікірі, мақсаты жоқ адамдарды тәрбиелеп шығарамыз. Содан кейін жүреміз. Неге бұл жұмысқа кірмейді? Неге бұл ақша таппайды? Бұл неге жатады деганда деп қоямыз. Ол баланың ішкі рухын өзіміз сындырып тұншықтырып тастағанбыз. Біздің марафон сіздің ішкі рухыңызды көтеруге, басқа адамдармен қарым-қатынаста сізді еркіндікке үйретеді. Ал енді ішкі рухы мықты, еркін адам қалаған ақшасын таба алады. Жалпы біз психология әлемін көп зерттеген адамдар жақсы біледі, бәрі айтады да, өкпе мен реніш ақшаның потогын жабады дейді. Енді ойлаңызшы, мынау ақша, мынау өкпе реніштің не қатысы бар? Мен осыған тоқталып өтейін. Ақша дегеніміз энергия, ақша дегеніміз жеңілдік. Егер адамның бойында өте көп өкпе реніші болса, ол адамның ақша таппақ түгілі өмір сүруге, тамақ ішуге энергиясы жетпейді. Ол жай ғана 20 рет приседания жасауға энергиясы жетпейді. Өйткені оның денесі өте ауыр. Адамның денесі артық салмақтан ауыр болмайды. Адамның денесі өте көп жұмыс жасаған ауыр болмайды. Адамның денесі бойындағы көп негативті энергиядан ауыр болады. Адамның бойындағы негативті энергия тазаланған кезде, оның бойында жеңілдік пайда болады. Осы жеңілдік адамға ақшаны да, басқаны да, жақсы адамдарды да бәрін алып келе беретін болады. Сондықтан бұл курстың ішінде сіздер бірінші өкпе реніштеріңізбен, агрессияларыңызбен жұмыс жасайсыздар. Сіздерді миларыңызды соғылмайтын өте қарапайым техникалар беріліп жатырмыз. Яғни ақша бірінші көңілсіз адамдарға келмейді дедік, екінші жоқ деп айта алмайтын адамдарға келмейді дедік. Ақша сараң адамдарға келмейді. Оны бәріңіз жақсы білесіздер. Сараңдықтың артында не бар? Мәселе біз айтамыз, мынау сараң, түк шықпайды бұдан. Сараңдықтың артында, сараң адамды өзгертуге бола ма деген сұрақ болады. Әрине болады. Сараңдықтың артында мен ақшамды басқаларға берсем, өзімде түк қалмаса, қиналып қаламын деген қорқынышы бар. Осы қорқыныш кеткен кезде адамның алақаны ашылып, басқаларға бергісі келетін қабілеті пайда болады негізінде. Яғни негізі қызғаныштың да артында біз айтамыз, мынау не деген қызғаншақ, ұятсыз, мынау деген оңбаған, сараң деп айта береміз. Қызғаншақтықтың да артында, сараңдықтың да артында үлкен қорқыныштар бар. Қызғаншақтықтың артында мені тастап кетеді, менен бас тартуы мүмкін деген сияқты қорқыныш болса, сараңдықтың артында ақшам азайып қалады, ақша бітіп қалады, бітіп қалса мен ертең қиналамын. Бала
кезінде өте қатты ақша байланысты, байлыққа байланысты өте унижение, бәлкім бір өте қатты қиындық, қыспақ көрген адам, ол қорқыныш бойында тұрған кезде ол өмір бақи сараңдықты танытып жүретін болады. Мысалы үшін сіз қараңыз, мына жерде мұқият қараңыз. Сіз егер достарыңызбен кафеде, ресторанда отырған кезде, счет келген кезде мазаңыз қашатын болса, счетты төлегіңіз келмейтін болса, сізде осы қорқыныш бар. Ақша қалай келеді, солай кете береді. Бір нәрсені білу керек адам. Қараңыздар, өте мұқият инсайт айтайын. Кеткен ақшаның орны толады. Ақшаның орны толады. Ойлаңызшы, сіздің жасыңыз қаншада қазір? Бәлкім 25-тесіз, бәлкім 35, 45, 55-тесіз, е? Ойлаңызшы, біз студент кезімізде стипендиялар алдық. Кетті ғой соның барлығы, әлі жинап отқан ешкім жоқ қой, 10 жыл уақыт. Жоқ. Айлықта келді бізге, мысалы, мамамыз берген ақша болуы мүмкін, папамыз берген ақша. Ұзатылатын кезде де ақша табылды, үйленген кезде де ақша табылды, бәлкім. Қаншама жиын тойлар жасап жатырсыз. Мүмкін көлігіңіз бар, мүмкін жоқ, маңызды емес. Бірақ ақшалар келіп жатыр, кетіп жатыр. Кеткен ақшаның орны толып жатыр. Енді қараңыз. Кеткен ақшаңыз, өте мұқият болыңыз, өте аз болса да, кеткен ақша сіздің жан дүниеңізді ауыртпаса, сіз жеп-жеңіл жібере салатын болсаңыз, қандай аз болса да, ол үлкен көлемде келеді. Қараңыз, сіз 1000 теңгені қиналмай, рахаттанып, жеңілдікпен төлеуді, сіз оны бәрібір төлейсіз ғой. Сіз, мысалы, жаңағы квартплатаны, пәтер ақысын, азық-түліктің ақшасын сіз бәрібір төлейсіз. Сіз ақшамды экономдайын, ақшамды жинайын деп ашып отырған жоқсыз. Бәрібір аласыз азық-түлік тамақты. Аласыз. Бәрібір пәтер ақысын төлейсіз. Одан сіз ешқандай қашып құтыламайсыз. Ақы төлейтін дүние болғаннан кейін қиналудың қажеті қанша? Қараңыз, сіз 1000 теңгені жеңілдікпен рахаттанып тұрып, Аллаға сансыз шүкір төлейтін ақшам бар, міне деп жеңілдікпен бере салғанда, міндетті түрде ақшаның энергиясы жеңіл көбейіп келеді. Бұл ақшаның заңдылығы. Енді қараңыз, ақшаны бергенде мына свет деген қымбатта кеткен. Осы нан деген өткенде ғана 20 теңге, уже 50 теңге болып кеткен. Магазинге келсең ақша деген су түкке жетпейді, бәрі қымбат деген қиындықпен ішкі жан дүниеңіз арпалысқа толып тұрып төлейтін болсаңыз, сізге келе жатқан ақша өте қиын келеді. Бұл ақшаның қарапайым заңдылығы. Ең бірінші қарапайым заңдылық не? Ақшамен жеңіл қоштасуды үйренуіміз керек. Түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар, ақшамен жеңіл қоштасуды, ақшаны жеңіл жұмсауды, жеңіл жаратуды үйренген кезде ақша сізге жеңіл келе беретін болады. Енді қараңыздар, одан кейін ақша көңілсіз адамдарға келмейді дедік, жоқ деп айта алмайтындарға келмейді дедік, ақшасы сараң адамдарға келмейді, төртінші ақша кімдерге келмейді? Ақша өзі ересек болса да баланың позициясындағы адамдарға келмейді. Баланың позициясындағы адамдар кімдер? Мысалы үшін үлкен адамдар түкке тұрмайтын нәрсеге ренжіп жүреді, былай қарасаң. Сырттай қарасаң, сізге күлкілі да, мысалы қараңызшы, сіздің абысыныңызбен екі абысыныңыз ренжісіп жүреді. Не үшін ренжісіп қалдың десе айтады, өткенде мен қонақ шақырғанда келе қойшы көмектесші деп едім, ол маған көмектеспейді деген сияқты, иә. Немесе құрбысына туған күн жасапты, сол кезде мені ұмытып кетіпті деген сияқты. Мені қалай ол ұмытады деген. Бұл кішкентай баланың позициясы. Кішкентай баланың позициясы дегеніміз не? Кішкентай бала түкке тұрмайтын нәрсеге жылап қалады. Мысалы, бір қыз келіншектер болады. Түкке тұрмайтын нәрсеге жылай береді. Менің айналамда да мысалы үшін бар да, өте көп жаңағы сентиментально дейміз ғой. Жай ғана жаңағы біреу қуанса да жылайды, біреу қиналса да жылайды, біреу жетістікке жетсе де жылайды, біреу құласа да жылайды, біреу жыласа да жылайды. Сондай жылауық адамдар болады. Бұл кішкентай баланың позициясындағы адамдар. Және өзіңіз байқаңызшы, айналаңызда сіздің осындай өте көп жылайтын, өте көп көңілшек адам бар ма? Бәлкім сіздің мамаңыз, жеңгеңіз, особенно әйел адамдарға тән бұндай қабілет. Осындай өте көп жылайтын адамдарда өте үлкен ақша болмайды, байқасаңыздар. Өйткені ол кішкентай бала. Содан кейін, мысалы, кішкентай баланың позициясындағы адамдар деген кімдер? Ол адамдар дүкенге не үшін кіргенін білмейді. Бір сүт алып кел деп жібересің, ол сүтті де алады, ірімшікті де алады, томатты да алады, майонез, керек болсын, керек болмасын, бармай жоқ бала береді. Кішкентай бала ақшаны қалай жұмсауды білмейді. Түсіндіңіздер ме? Былай қарасында еркін жұмсап жүрген сияқты, рахаттанып бәрін алып жүрген сияқты, бірақ кішкентай баланың позициясындағы адамдар. Енді қараңыздар, кішкентай баланың позициясындағы адам екеніміз қайдан білеміз деген сұрақ болатын болса, онда мынаны қараңыз. Сіздің мақсатыңыз қандай? Кішкентай бала позициясындағы адамдарда үлкен мақсат болмайды.
түсінікті деп ойлаймын, иә. Сіздерге бір тапсырма беріп қояйық. Ең бірінші бүгінгі сабақта сіздер өздеріңіздің 50 мақсаттарыңызды жақсылап жазып шығыңыздар. 50 мақсатты жазған кезде мен жалпы алғаш мақсат жазайын деп тұрған адамдарға ұсақталмай, мен шуб алдым, мен жаңағы телефон алдым деген сияқты ұсақ түйектерді жазбағанды қалайтын едім. Енді алғашқы 10 мақсатыңыз өте үлкен болсын, ауқымды болсын, одан кейін жаза беріңіз. Жарайды, жаңа көйлек, мүмкін қандай брендті кигіңіз келеді, Дубайға саяхат, Түркияға саяхат, әлемді аралау деген сияқты мақсаттарыңызды, 50 мақсатыңызды бүгін жазып шығыңыз. Мақсатты жазып жатқан кезде керемет көңіл күйде болу керек, жаңағы түннің бәленбай уақытысында деген әңгіменің барлығы бос сөз. Мақсатты кез келген уақытта отырып жаза берсеңіз болады. Мақсат жазып отырған кезде энергия, өйткені мен өзім жеке басымнан білемін, мен 18 жылдан бастап мақсат жазып келе жатқан адаммын. Мақсат жазған кезде көңілді болу керек, басқа болу керек деген пікір жоқ. Мен кез келген уақытта отырып та беремін. Және де менің жазған мақсаттарымның 90% өте оңай. Тіпті мен соларды орындайын, сол мақсатқа жетейін деп талпынған да жоқпын. Өзінен өзі орындалып кеткен мақсаттар өте көп болды. Мысалы, өзінен өзі орындалып кету деген қалай? Мысалы, мен мына машинаны алғым келеді, бірақ оны алайын деп ізденіп жүрмейсің. Сол машинаны, сол көлікті адамдар өздері алып келеді. Мына көлікті аласың ба? Бөліп төлеуге де болады деген сияқты өздері тиімді вариантты айтып, адамдар өздері ұсынып, өзі келетін болады. Яғни сіздің состояние, сіздің күйіңіз өте маңызды. Сіздің ішкі жан дүниеңізде тыныштық болса, сіздің бойыңызда сабырлылық және сенімділік болатын болса, вебинарда айтылған сенім техникасын ұмытпаңыздар, сенімділік болатын болса, сізге қалаған ақша, қалаған мақсат барлығы өзі іздеп келетін болады. Олай болса, біз ендігі сабақтарымызды негативтермен, жұмыспен жалғастырамыз. Қараңыз достар, негативтен құтылмай, позитивке жете алмаймыз. Біз бір стаканның ішіне айран құйып қойып, оның бетіне кола құйып іше алмаймыз. Біз коланы құйып ішкіміз келетін болса, міндетті түрде айранды тазалау керекпіз. Яғни біздің тәнімізді, ойымызды, бойымызды негативтен тазалап алмай, біз позитивті настройға, позитивті деңгейге ешқандай да өте алмаймыз. Сондықтан мен бірден ақша туралы техникалар, Трейсидің 10 мақсатын техника сильвы деп айтып кете берсем болады, бірақ ол сіздерге көмектеспейді. Ұсақ түйекке көмектесе береді әрине, бірақ үлкен мақсатқа жеткілеріңіз келсе, жаңағы үлкен деңгейге өскілеріңіз келетін болса, ерінбей алғашқы 10-15 күніңізді негативпен жұмысқа арнаңыз. Зато есесіне осы 10-15 күндік жұмыс сіздің бүкіл болашағыңызда кездесетін негативтердің алдын алатын болады. Ішкі қорқыныштармен жұмысты біз 4 бірдей зумдағы кездесуде жасайтын боламыз. Сол кезде разборлар болады, топтық разборда сіздің ең үлкен қорқыныштарыңызбен жұмыс жасаймыз. Жалпы бұл курс тек қана ақша тапқысы келетіндерге емес, бақытты болғысы келетіндерге, тұлға болғысы келетіндерге, өзінің кәсібін бастағысы келетіндерге, басқалардың алдында абыройлы, сыйлы болғысы келетіндерге, тұрмысқа шыққысы келетіндерге, өзінің арман мақсатына жеңіл жеткісі келетіндерге арналған курс. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.